Бәріңізге сәлем. Әлемге атақты Clash Royale ойыны бәрімізге таныс шығар. Бүгін біз Clash Royale туралы Clash Royale'дың ютуберлерін түсіретін боламыз. Және кеттік ендеше. Қазір мен сіздерге осындай Clash Royale'дағы адамдардың суреттері бар. Ендеше біз бастаймыз. Қазір мінекей. Бұл Z-Trial TV. Бұл арнада стримдер көп болып жатады. Бұл өте көптеген видеолар түсіреді, және де бұл обычный сыныптан легендарка түсіреді. Өте керемет каналы, жазылып кетіңіздер. Күн сайын, тіпті сағат сайын видеолар шығып тұрады. Бұл қазіргі таңда 787.841 подписчигі бар достар. Естеріңізге сақтап отырыңыздар. Енді келесін біз көрсететін. Ал келесі ол көшілікке таныс Вазия Гейм достар. Бұл арнаға мен де тіркелгем. Бұл арнада көп, даже минут сайын видеолар шығып отырады. Бұл 787.630 подписчигі бар. Бұл Z-Trial'дан аз, әрине, көп. Дұрыс. Вазия Гейм бұл да минут сайын, тіпті сағат сайын емес, минут сайын видеоларын жіберіп отырады. Өте қызық, өзі влогтар түсіреді. Ендеше достар, жазылып кетеміз дәл осы арнаға. Ұнаса лайктар жазыңыздар, осы арнаны қолдап қойыңыздар. Clash Royale'ды бұл Вазия өте күшті ойнайды, көптеген аккаунттары бар. Және де кейбір кезде конкурс ұйымдастырып отырады. Ендеше жазылып кетеміз. Ал бұл Максим Шкипер достар, атын дұрыс етпей тұрсам кешіріңіздер. Бұның қазіргі таңдағы подписчигінің көрсеткіші, подпис етіп кетейік, 966.439. Бұл Z-Trial'дан да, Вазиядан да көп достар. Бұда да сағат сайын, күн сайын видеолар шығып отырады. Жазылып кетеміз. Өте керемет канал. Және де Clash Royale'дан видеолар көргілеріңіз келіп тұрса, let's play көргілеріңіз келіп тұрса, онда менің де арнама жазылып кетеміз. Мен енді Clash Royale'дан ең сонда аккаунтымды көрсететін боламын. Ендеше кеттік басқаларына. Ал ендеше бұл Clash Line. Бұл арнада ай сайын немесе күн сайын видеолар шығып отырады, мультфильмдер шығады. Осындай бір-бірімен төйлестіретін шығады. Өте керемет достар, арнасына жазылып, өздеріңіз біле ме жүрсіздер ғой, Палаш мықты ма, Валькирия ма, өзіңіз комментарий жазыңыздар. Ол пікіріңіз барлығы көбіне ұнаса, лайк басса, онда олар да сіздердің пікірлеріңіз қабылдап, Валькирия мен Палашты, мысалы Колдун мен Громовержесті солай шығаратын болады. Ендеше кеттік басқасына. Достар, осы арнаға жазылып кетіңіздер. Бұл арнада 564.483 подписчик бар. Жазыламыз, және де бұл арнада қолдап қойсаңыздар болады. Бұл арнада Clash Royale'да историялар көп шығады. Ендеше жазылыңыздар. Ал ендеше қазақ Clash Royale'да түсіретін қазақ ютуберлеріне келетін боламыз. Ендеше достар, келесі бұл Марго Риглан Манкизет. В общем, бұл арнада да көптеген видеолар шығып тұрады. Спаркимен өздеріңіз көресіздер. Арнаға тіркеліп кетіңіздер. Өте керемет арна, өздеріңізге де ұнайды деген сенімдемін. Ендеше басқасына. Келесі достар, бұл әрине Game Android. Ой, бұл арнада аккаунт ұтып алдым. Достар, көреміз. Осы видеосын астында оның аккаунтының коды. Немесе бұл 12 март жіберді. Бүгін 16 март. 17 март достар, қателесіп кеттім, кешіріңіздер. Молодец, көрмей жатып лайк. Кросс естіп скайт про. В общем, бұл арнаға да өздеріңіз жазып кетіңіздер. Егер де жазып, жақсы араласып кетсеңіздер, өзінің аккаунтын беруге әрқайын дайын бұл бала.
және де ең соңында өзімнің аккаунтымды көрсетем дегем. Ендеше кеттік, көрсетейін. Мен өзімнің аккаунтымды көрсетейін. Қазір мінеки өзім аккаунтыма кіріп жатыр. Бұл әрине өзімнің аккаунтым. Ернұр 2007. Бұда менде 5 легендарка бар. Қазір мысалы көрсетейін. Міне 2 легендарка. Міне 3, 4, 5 легендарка. Біреу екінші жүрмейді. Бұл өте жақсы. Және де мұнаның кім күшін білмейді. Қазір мен сіздерге бұның күшін көрсететін боламын. Менде Возлом Clash Royale бар. Оны мен ссылканың астына атын жазып кетем. Немесе осы жерден қарап алсаңыздар болады. Өшім айтқанда қазір көресіздер қалай жазылатыны. Ең басына келген кезде кірмей қалады перегрузка. Ол кезде сразу оңайт деп жазылып тұратын ендеше 50 деп тұр осы жерде. Сразу ол толып кетеді 1-2 минуттан кейін. Одан осылай бастады. Ал егер кейбір кезде кірмей қалса онда перегрузка деп тұрады, соны басасыздар. Сол кезде уже басынан кіреді. Өте керемет достар. Және де клашты жазыларыңыз келсе, Nils Clash деп іздейсіздер. Бұл өте қызық. Бұл 2017-2018-де таратылып жүрген Clash Royale Clash of Clans'ның жазылымдары достар. Қазір менге кірмей жатыр, себебін білмеймін. Мейлі досым. Қазір кірмей жатыр достар. Кіру керек бұл. Неге кірмейді? Неге кірмейсің, Неге кірмейсің сен сотқа? Достар, онда біраз уақыттан кейін көрсетейін. Достар, енді кіріп жатыр, енді. Мінеки достар, бұл аккаунтым өте өзіме ұнайды. Осындай кландам мұшым легендарка жоқ. Не жарайды. Бұл кландағы бірінші орында қаншаншы тоқташы. Мен өзім қаншаншы орындамын. Мен қалай мен достар, мен қалай мынаған түсіп қалғам мен? Достар, мен түсінбей қалдым, совсем түсінбедім. Мен достар, аккаунтта жүргем негізінде, шынымды айтайын. Наған жеткем достар, шынымды айтайын, Skytel 2-ға жеткем. Не үшін бұл өстіп қалды деймін да? Қуғынбайды. Өшім айтқанда қазір достар, күшін көрсетем, мұны қойды ботика. Так, осы емес бір жанақ тұрған, әкейдің баласы сен күшінді көрсет жүрейін қазір. Бұның ішінде бірақ бар бір болады. Біреу ақ. Комментарияға жазып кетіңіздер, кімде бар осындай бар бұры, бочка бар. Удачи деп қойды, бастамайды. Не ол удачи? Қане удачи? Тілеген іздемей табыламады. В общем, қазір уже қосылу керек, негізінде шынымды айтсам. Мен дұрыс ойнамаймын. Ойнамаймын дегенде, совсем. Кім ойнай алады, комментарияға жазып кетсінші. Пожалуйста. Ойнамаймын достар, үйретіңіздерші. Достар, біз отылып жатыр. Өйткені аяқта көк. Бір башынан алып болған соң жібердік. Жоқ достар, түсінбедім, сонда мұнау, бұлайынан жіберетін ғой. Достар, осылайынан жібересің бұны. Қараңыздар, баратта тет, удар алады. Жоқ, удар тиген жоқ. Удары тиген жоқ. Давай. В общем, алды ұш. Көрдіңіздер ме достар, өзінің күшін ұстап көрсетемедім. Кешіріңіздер. Көріп жатыр. Біз көріп қойдық. Видеомыз соңына да жетті. Және де достар, менің өзімнің арнама тіркеліп кетіңіздер. Менің арнамда көптеген видеолар, көптеген летсплейлер түсіріп отыратын болам. Ендеше бай-бай всем.